Антикалық деректер деп отқанымыз ол бізде грек және рим тарихшыларының жазбалары. Біз қазір орталық Азиядағы өркениеттерді зерттейміз. Кімдер зерттеген екен? Соны қарастырамыз. Мысал келтірейік енді. Тарихтың атасы Геродоттың тарих деген еңбегі бар. Страбонның география деген еңбегі бар. 11 кітаптан тұратын. Үлкен Плинийдің жаратылыстану тарихы деген еңбегі бар. Және Птолемейдің география деген еңбегі бар. Мысалы, Птолемейдің география еңбегінде Александр Македонскийдің жорықтары туралы айтылған екен. Одан кейін Рим тарихшысы Аммиан Марцелин ғұндардың Еуропаға жорықтары туралы айтқан екен. Жалпы ғұндардың тарихын көбінесе екі адам зерттеді дейді. Бірі Приск, екіншісі Марцелин. Марцелин көбінесе жамандап жазған ғұндарды. Өйткені бұл кісі соғыс кезінде келген ғой, ой, бұлардың барлығы жаңағыдай жабай адамдар екен, аттың үстінде ұйықтайды, мынау немене бәле деген ғой. Ал Приск ол жаңағыдай ғұндарда бәрі жақсы, керемет, жаңағыдай достастық, соғыс болмай тыныш кезде келді, ғұндарды ой, керемет, бай халық деп санап кеткен екен. Бұл антикалық деректер. Келесісі бізде Қытай деректері. Қытай деректері бізде біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Чжан Цзянның батыс елдеріне жасаған жаңағыдай сапар барысындағы деректер, яғни батыс елдері деген осындай еңбегі бар. Батыс елдері деген енді шығыс үшін, Қытай үшін біз батыспыз. Енді келесісі тарихтың атасы дейді. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда Сыма Цзянның тарихи жазбалары атты еңбегінде де осы қазақтың ежелгі орталық Азия туралы да деректерді қалдырған екен. Еске салайын, бұлардың барлығы тек қана Қазақстан туралы емес, бүкіл орталық Азия туралы деректерді қалдырып жатқан ірі тұлғалар болып есептеледі. Келесісі ирандық деректер. Ирандық деректер біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта пайда болған. Зороастризм, осындай Зороастризм деген дін бар, оның Авеста деген қасиетті кітап бар. Осы жерде арийлер мемлекеттін сипаттаған екен, және 1-ші Дарий. Мынау 1-ші Дарий қазақ жеріне кезінде шабуыл жасаған болатын. 1-ші Дарийдің осы сақ жеріне жорыққа шыққандығы туралы Бехистун жазбаларында айтып кеткен екен. Ол кісі жазып кеткен: мен сақ жеріне жорыққа аттандым деп. Дәл осы 1-ші Дарий патша. Енді түркі деректеріне тоқталайық. Түркі деректері көбінесе орта ғасырлардағы Орхон Енисей жазба ескерткіштері арқылы табылды. Өйткені бұл бізде кезіндегі Монғолияның Орхон Енисей өзендерінің бойында орналасқан екен. Дәл осы ескерткіштерді зерттеген Томсен, одан кейін Радлов дейтін ғалымдар алғашқы аудармаларын жасады. Енді 1893 жылы Томсен оның құпиясын ашып оқыған болатын. Яғни бұл түркі деректері болып есептеледі.